Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ең жылдам дайындалатын тай салаты немесе тай тамағының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бізге сиыр еті керек. Қалаған еттеріңізді пайдалана берсеңіздер болады. Осылай турап алып, жақсылап соломка етіп тураймыз. Яғни ұзынша етіп турап алған әдемі көрінеді. Етті турап болғаннан кейін қызып тұрған табаға майды құямыз жеткілікті мөлшерде. Осылай еттерді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Араластырып алып, одан кейін бетіне тұзын саламын бірден. Тағы да араластырып, қатты отты бетін жауып қойып қоямын. Осылай қайнаған кезінде бетін ашып, жақсылап араластырып, астын кішкене басатын боламыз. Жай отқа қойып қоюымыз керек. 30-40 минуттай осылай жай отта қайнайды. Сарымсағымызды осылай майдалап турап аламыз. 2 тіше сарымсақ кетті, 2 пияз. Барлығын осылай жұқалап майдалап тураймыз. Жарты сағаттан кейін барып салатын боламыз осылай. Бетіне дәмдеуіштерін салдым, қара бұрыш және менде паприка ғана. Дәмдеуіштерін қалағандарыңыз жасала берсеңіздер болады. Және де соя соусы 2 ас қасық жеткілікті. Қайтадан бетін жауып қоямыз. Жай отта болуы тиіс. Сол аралықта көкөністерін турап қоямыз. Менде болгар бұрышы, қызыл, жасыл, сарғыш. Светофорды пайдалансаңыздар да болады. Мен үй жағдайындағы болгарский перецтерді пайдаландым. Және де қиярды осылай тураймыз. Қызанақты да. Барлығын жақсылап турап алғаннан кейін бетіне саламыз етіміздің. Жақсылап араластырып 5 минутқа бетін жауып, тағы да жай отта тұруы тиіс. Жанына гарнирға күрішті пайдаландым. Және де егерде салат етіп беретін болсаңыздар, зелень турап бетіне және де кунжут сеуіп қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Жылдам дайындалатын тамақтың түрі салат етіп берсеңіздер де болады, немесе жанына гарнир қойып тамақ ретінде берсеңіздер де өте әдемі болады. Екеуіне де кете береді бұл рецепт. Міндетті түрде маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдырыңыз. Сау болыңыздар.